Сәлем менің тыңдарманым, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен Сабира. Алланың қалауымен биылғы көктем ораза айымен басталғалы тұр. Ораза айына дайындықты неден бастау керек? Ол үшін қандай амалдар жасау керек? Бүгінгі әңгіменің тақырыбы. Ең алдымен қаза оразаны өтеу. Рамазан айы басталмас бұрын өткен жылы қарыз болған ораза күндерін өтеген абзал. Өтелмеген ораза адамға қарыз болып жазылады. Ораза қарызын өтейтін адам күнделікті намаз кестесін негізге алады. Таң намазы кірген уақытта ауыз бекітеді, яғни сол уақытқа дейін сәресін ішіп жеуге рұқсат. Ал ақшам намазы уақыты кіргенде ауыз ашады. Ораза қазасының арнайы ниет дұғасы жоқ. Алла разылығы үшін Рамазан айынан оразасынан қалған пәлен күндік қаза оразаның бірінші күнін өтемекке ниет еттім деуге болады. Ал келесі амал қарыздарды қайтару. Рамазан айына дейін қаза оразаны өтеп қана қоймай, ақшалай қарыздарды да қайтарған жөн. Қарыз берсе сауап, алса мойнына аманат болып жазылатын дүние. Хадисте қарызы бар адам қарызын өтемей тұрып садақа бермеуі керек деп жазылған. Берілмеген зекет те қарыз деп есептеледі. Қарызын өтеу, зекет беру парыз. Зекет қарызы бар адамның садақасы қабыл болмайды. Рамазан айында жасаймын деген құлшылықтарға Шағбан айынан бастап ниет еткен жөн. Алдын ала ниет етпей, ешбір амал қабыл болмайды. Рамазан айында ораза ұстауға шынайы ниет етсеңіз, қазірден әдеп амалдарды үйрене бастау қажет. Рамазан айында ораза ұстау әр мұсылманның парызы болған соң, арықтау үшін, денсаулық үшін, жұртқа ілесу үшін емес, Алланың разылығы үшін ауыз бекітуге ниет ету керек. Ағзаны дайындау. Рамазан айы жақындағанда ағзаны оразаға дайындау қажет. Адам бірден ұзақ уақыт бойы нәр татпаса, ағзада үлкен өзгерістер болып, ол белгілі бір ауруға әкелуі мүмкін. Сол себепті күнделікті ішіп жүрген тамақ мөлшерін біртіндеп азайта бастаған жөн. Алғаш рет ораза ұстағандар қазірден ауыз бекітіп, ағзасын үйрете берсе болады. Рамазан айы басталғанша денсаулыққа көңіл бөліп, иммунитетті барынша көтеріп алу керек. Мүмкіндік болса, дәрігерге көрініп, асқазан ішек жолдарын тексеріп алған жөн. Биыл ораза көктемнің басында басталады. Сондықтан витамин жетіспеушілігі жиі мазалайтын кезге тұспа-тұс келіп тұр. Осы орайда ағзаңызға қажет дәрумендерді, құнарлы тағамды уақытылы ішіп, аптасына кем дегенде бір күн ораза тұту абзал болмақ. Жаман әдеттерден арылу да оразаға дайындыққа жатады. Рамазан айын жоспарлау маңызды. Немен айналысатыныңызды, қандай амалдар жасайтыныңызды қағазға жазып қоюға болады. Өткен оразада жіберген қателіктеріңізді еске түсіріп, оларды осы Рамазан айында қайталамауға тырысыңыз. Шағбан айында жаман әдеттерден арылуға қамданып, жақсы әдет қалыптастыру керек. Мысалы, темекіні тастай алмай жүрсеңіз, Рамазанды күтпестен қазірден амалын жасаңыз. Денсаулықта аманат екенін ұмытпаңыз. Ұйқыны реттеу өте маңызды. Оразада тек тамақтан ғана тыйылмай, ұйқы режимін де реттеу маңызды. Сәресіне ұйықтап қалмау үшін ерте ұйықтап, ерте тұруға ертерек бой үйреткен дұрыс. Күнде 7-8 сағаттан көп ұйықтайтын болсаңыз, Шағбан айынан бастап аз ұйықтап үйреніңіз. Ауыз бекіткенде, сәресі мен ауыз ашарда не ішіп жеймін деп бас қатырмас үшін ертерек ас мәзірін жасап қою артық етпейді. Яғни сіз алдын ала ас мәзірін дайындап қойыңыз. Ораза кезінде тұзды, майлы,
қуырылған және газдалған өнімдерді азырақ тұтынған немесе мүлдем ас мәзірінен алып тастағаныңыз жөн. Оның орнына мейлінше сіңімді әрі жеңіл тамақ жеген дұрыс. Сол себептен Рамазан айы басталмас бұрын қажет азық-түлікті ертерек әкеліп қойған абзал. Ораза жақындағанда базарлар мен дүкендерде сауда сапырылысып кетеді. Мүмкіндік болса, үйде түшпара, манты секілді жартылай дайын өнімдерді жасап қоюға болады. Азық-түлікті ерте алып қою, тоңазытқышты толтырып қою деген сөз емес. Тәтті, ащы, майлы, тұзды тағамдарды мейлінше азайтыңыз. Ас мәзіріңізде көкөніс пен жеміс-жидек көп болған абзал. Ендігі бір амал тазалық жүргізу. Ішкі, сыртқы тазалыққа мән беріңіз. Денеңізді таза ұстаңыз. Үйіңізге толықтай тазалық жұмыстарын жүргізіңіз. Әзір кимейтін қалың киімдерді жуып, ұқыптап жинап қойыңыз. Мүлдем кимейтін таза киімдерді мұқтаж жандарға таратыңыз. Үйіңізде ескі құсқыны, керексіз заттарды жинамаңыз. Ескі заттардан арылыңыз. Үйдің іші ғана емес, сыртын, ауланы да тазалап қойған жөн. Әктеу, сырлау жұмыстарында оразаға дейін ертерек аяқтаған дұрыс. Артық ойдан арылып, алаңдататын шаруаларды оразаға дейін бітіріп қоюға тырысыңыз. Рамазан айы құлшылық жасайтын қасиетті ай болғандықтан, алаңдататын, аяқсыз қалған жұмыстарыңызды аяқтап тастаған жөн. Мысалы, өзге жерге көшуді жоспарласаңыз, қазірден қамданыңыз. Кәсіп бастаймын десеңіз, қазірден іске кірісіңіз. Денсаулығыңызға алаңдасаңыз, дәрігерге қаралып, ағзаңызды тексеріңіз. Ораза кезінде тісіңізді емдеткенде ауыз ашып жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан Рамазан айы басталғанша оразаға кедергі келтіруі мүмкін шаруаларды тындырыңыз. Жаман ойдан арылып, өкпе, реніш, ашу, ызаға бой бермеңіз. Жан дүниеңізді тазалап, мазалап жүрген ойларды еркіне жіберіңіз. Туыстық қарым-қатынастарды реттеу мұсылмандар үшін өте маңызды. Шағбан айынан бастап туыстармен арадағы қарым-қатынасты реттеп, оны одан әрі нығайта түскен жөн. Ағайындармен байланысты үзіп алудан сақтаныңыз. Туыстардың үйіне бару, хабарын алып, хәл жағдайын сұрау, хат жазу, телефон соғу, науқастың көңілін сұрау, қуанышын бөлісіп, қайғы мұңына ортақтасу, басына іс түскенде қасынан табылу, сапарға шығып кеткен ағайынның мал жанына қарайласу туыстық қатынастардың сипаттары. Сондай-ақ көңілі жүдегенді жұбатып, қиналған туысқа қол ұшын беріп, немесе орайы келгенде сый-сияпат жасап та туысқандықты нығайтуға болады. Туысқандарыңызбен араңыз алшақтап кетсе, хабарласып, ренжігендерден кешірім сұрап, ренжіткендерін кешіріп, қарым-қатынасты түзеуге тырысқан жөн. Бүгінгі ақпарат сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз. Алдағы келе жатқан Рамазан айына дайындықты қазірден бастаңыз. Аллах тағалам ұстаған оразамызды қабыл етіп, жүрегімізге тыныштық берсін.